Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Мен Егейміз. Және мен бүгін сіздерге бірінші туториал сериясын бастаймын. Мінекей бүгін біз қалай шапка жасау керек екенін көреміз. Мінекей ең алдымен Photoshop'ты ашамыз. Менікі Photoshop S6. Сіздерге осы керек деп ойлаймын. Так, қазір ашылсын. Так, мінекей ашылды. Енді бізге өздеріңіздің арттарыңыз ойларыңыз керек болады. Так, ол үшін біз өзіміздің эффектімізге кіреміз. Фон. Ең алдымен мынаны осы Photoshop'қа саламыз. Окейді басамыз. Және фонның арасынан өзімізге мынаған таңдаймыз. Мысалы маған мынау. Сосын аламыз. Бүйтіп размерін үлкейтеміз. Үлкейтеміз. Мінекей осындай болып тұрады. Және мынаны басамыз да қоймыз дейді. Содан соң текст жазамыз. Мына жерге мысалы мен Минигамс. Соң бітеміз. Мына жерден слойын өзгертеймін. Алып мына жерден текстін өзгертеміз. Және де бүйтіп мынаны өзгертуге болады. Кешіріңдер. Так, сосын текстін өзгертеміз өзімізге ұнағанын. Так, маған ұнайды. Салып, мына жерге қоямыз. Және де өздеріңіздің арттарыңыз болса соны саласыздар. Салмаған. Так. Өзімнің скиннен артым неке. Соны қоямыз. Қойымыз дейді. Кетеміз. Қойымыз дейді. Және бүйтіп артқа кіріп скайптен жазып қоямыз. Мынаны кішірейтеміз. Және текст басып қойымыз дейді. Басып текст жазамыз. Скайптен Минигамс 22. Мінекей осындай қылып. Мінекей болды. Содан соң файл. Ал. Жалғастырамыз. Менде жағдайлар болып қалды. Әрине алдын енді сохранить етеміз. Файл. Сохранить как. Өздеріңіздің қаяққа салатын сандарыңыз және де атын өзгертесіздер. Сосын мына жерден JPEG, JPG, JPEG, JPEG деген таңдайсыздар. Және сохранить. Окей. Мінекей болды. Және экстап тастай бересіздер. Және мінекей бізде мынандай арт пайда болады. Және осыны YouTube'қа салғанда дәл осылай салынатын болады. Мысалға көрейік.
кәдімгі біздікіндей арт жақта болып салынады. Так, мой канал. Мінекей. Мінекей мынау сияқты болып қойылады. Және де менің ашайын. Мінекей мынандай болып салынатын болады. Және де мен аяқтаймын сіздермен бірге боламын. Mini Games. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.